Бүгін Тимур Максим деген ағасының шаруа қожалығының қабылдау бөлімінде жұмысқа шықты. Бұл жерде адамдар жұмысқа орналасады. Бұл Максимнің жеке бизнесі еді. Екеуі біраз әңгімелескен соң кабинет ішіне осы бөлімшенің күзетшісі кірген болатын. Ол сіздерге адам келіп тұр, кіргізейін ба деп рұқсат сұрағаннан соң Тимур оларға рұқсат береді. Сосын ішке жаңадан жұмысқа қабылданатын Эндрю деген адам жұмысқа кіруге рұқсат сұрайды. Тимур мен Максим жаңадан келген Эндрюға әртүрлі сұрақтар қояды. Эндрю сұраққа жауап беріп, өзінің қайда жұмыс жасағанының барлығын айтып береді. Содан соң Тимур, онда сені документ жинайтын жаққа апарамыз деп бірге шаруа қожалығының қасына барады. Фирмаға жеткен соң үшеуі документ қабылдайтын жерге қарай барады. Үшеуі жоғары көтерілген соң Эндрюдің барлық жинаған документтерін Тимур тексереді. Және Эндрю өзінің жинаған документтерін көрсеткен соң Тимур, сенде барлығы жақсы, сен жұмысқа қабылдандың, ертең жұмысқа шығасың деп мән-жай түсіндіреді. Бүгін Эндрюдің жұмысқа қабылданғанын бірінші күні еді. Бүгін барлығымыз жер астындағы шөпті жинадық. Ал Максим болса барлық жұмысты тексеріп жүрді. Яғни оған Эндрюдің жұмысы ұнады. Маған да келіп ол, сен де жақсы жасайсың деп ілтипатын білдірді. Осылай күндерде, жылдарда өте берді. Тимур осындай мамандықты жасап, әр жыл сайын көтеріліп, оның жалақысы да көбейіп отырды. Оған Максим ағасының көмегімен барлығы ұнайтын. Сағат таңғы 6:30. Міне 5 жылда өтті. Бүгін Тимур өзінің туған қаласына барады. Ұйқыдан тұрып, Максим ағасына оятады. Максим де ұйқысынан оянып, екеуі жуынып алып, тамақ ішуге қарай бет алады. Тамақ ішіп болған соң, Тимур барлық заттарын жинап, өзінің дорбасын алып, менде бәрі жақсы деп, әдемі көңіл күймен кетіп барады. Ал төменде оны Максим ағасы күтіп тұрады. Екеуі такси арқылы аэропортқа да жетеді. Ұшақ ішінде көп отырмай 3 сағатта жетті. Жеткен соң өзінің туған қаласының ауасын рахатпен тыныстады. Ұшақтан түскен бойда оның ең бірінші жан досы Антония күтіп алған болатын. Антония әп-әдемі машинадан түсіп, екеуі сәлемдесіп, біраз әңгімелесті. Содан соң Антония, жүріңдер, сені қыдыртайын деп машинасына отырғызып алды. Антония бірінші Тимурды өзінің ең бірінші жасаған жұмысына әкеліп соқтырды. Тимур осындай машина жөндейтін жерін көріп, қатты қуанып, ағасына таныстырған болатын.
ал екінші жұмысына қарай тартты. Ол жұмыста бір қалпы, бірақ адам саны көп екен. Және жұмыс орнының қасындағы ендігі ашылайын деп жатырған шайхананы көріп, шайхананың ішін қарайды. Шайханада тамақ ішіп болған соң ол өзінің әкесінің моласына келеді. Және мамасының қасына барады. Елімнің туған жерімнің топырағын сағындым. Ауырымды сағындым, бауырымды сағындым. Елімнің туған жерімнің топырағын сағындым. Әкешімді сағындым, анашымды сағындым. Айналайын деген сөзін алақанын сағындым. Тимур біраз қыдырып болған соң, әдемі оттың астында біраз әңгімелеседі. Тимур кезіндегі барлық мән-жайды қайтадан ойына түсіреді. Laissez-moi rêver, laissez-moi y croire, laissez-moi dire qu'on peut changer l'histoire. Si c'est vrai qu'on est libre, qu'on peut s'envoler, qu'on me délivre, je sens que je vais tout faire dans ce Ассалаумағалейкум достар, сәлем мәди достар. Осы серия бітті енді. Келесі бөлімі жоқ, бірақ та енді тағы да алдағы уақытта фильм түсіретін боламын. Осы фильмге қатысқан барлық адамдарға көп алғысым шексіз. Және маған көп қолдау көрсеткен жазушыларыма көп алғысым шексіз. Оларға да енді осы видеоға смело лайк басып кетіңіздер. Фильм ұнады деген ойдамын. Енді алдағы уақытта тағы да фильмдер түсіремін. Сіздермен болған мәди. Келесі фильмдерде кездескенше сау.